Тұңғыш президент күні қарсаңында Петропавлда тау шаңғы кешені жаңа маусымын салтанатты түрде ашты. Мерекелік шараға облыс әкімінің орынбасары Мадияр Қожахмет қатысты. Тұңғыш президент күнімен тұспа-тұс келуінің себептері де бар. Өйткені елбасымыз әрқашанда спортқа, қысқы болсын, жазғы болсын, спорт түрлеріне өте зор маңызын бөліп отыр. Өзі бізге үлгі ретінде барлық спорт түрлерімен айналысып, оның ішінде шаңғы спортымен, тау шаңғысымен өзі өте белсенді араласып отыр. Сондықтан да біз осындай шараны осы күнге белгілеп, бізде сол елбасының үлгісімен ары қарай осы бағытты жалғастыру үшін дәлел ретінде осыны көрсетіп отырмыз. Петрогорке экстрим паркі негізінен әуесқой спортшыларға қарастырылған. Дегенмен кәсіби шаңғышылар мұнда өз шеберліктерін шыңдауға мүмкіндіктері бар. Жалпы кешен 40 метр биіктікте орналасқан. Құлдилап түскен азаматтар еркін арнайы көтерме қондырғысы арқылы жоғарыға шыға алады. 15 штук, так скажем, сноубордов. Бізде 15 сноуборд бар. Сондай-ақ тау шаңғының 30 шақты данасы қарастырылған. Жоспарда сырғыма жастықтармен төменге түсу де бар. Ол әрине кішкентай қонақтарымыз үшін жақсы болары сөзсіз. Мереке күнде кез келген қала тұрғыны сноуборд немесе шаңғыларды тегін жалға ала алды. Көбіне тұрғындар соңғысын таңдап жатты. Мадияр Қожахмет та белсенді спортқа әуес екендігін дәлелдеді. Бұл кешен тау шаңғы спортын игеруге таптырмас орын. Болашақта база кеңейтіліп, кәсіби спортшылар да жаттығу жүргізе алады деп ойлаймын. Облыста кешеннің арқасында бұл спорт түрі дами түседі. Бұл күні жастармен бірге 60 жасқа таяған Александр Юндин да белсенділігімен көзге түсті. Қала тұрғыны сноубордты таңдады. Очень хорошая. Это единственная возможность для Петропавловска, чтобы покататься. Осындай кешеннің Петропавлда бар болғаны жақсы. Тіпті төменнен жоғарғы көтерілуге арнайы қондырғы да қолайлы. Бос уақытта міндетті түрде осында келем. Демалысын белсенді өткізгісі келетіндер сағат 11-ден кешкі 7-ге дейін Петрогорке кешеніне келе алады. Тың орын сенбі, жексенбі және мерекелік күндерде де жұмыс істейді.